Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді шығатын нәп-нәзік нан дайындаймыз. Ең алдымен ұнымыздың ортасын қасықтың көмегімен ашып аламыз. Содан соң дрож, тұз, құмшекер, 3 қоспамызды қосамыз. Сұйық майымызды және де сүтімізді құямыз. Жақсылап тұрып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Қасықты тастап, қолдың көмегімен қамыр илейміз. Осындай жүйелікке келген кезде сармайымызды салып, қамырымыздың июін жақсылап қандырамыз. Қамырымыз дайын, 3 бөлікке бөлеміз. Бөлген қамырымызды дөңгелектеп шығамыз. Қамырымыздың бетін салафанмен жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Бір-бірлеп қамырымызды жаямыз. Осылай 4 бұрышты етіп жайып, бетіне ерітілген сармайымызды жағамыз. Видеодағыдай орап, әр ораған сайын сармайды жағып, тағы да ораймыз. Үш қамырымызды да солай орадық. Келесі кезекте қамырымызды қайтадан 4 бұрышты етіп жаямыз. Міне 4 бұрышты етіп жайдық. Бетіне сармайды жоқалап жағып шығамыз. Содан соң қамырды орап, тапамызға сала береміз. Міне 3 қамырымыз да дайын, яғни нанымыз. Бетінен май жағамыз. Содан соң ашылмаған лезвіменен осылай видеодағыдай тіліп шығамыз. Содан соң бетін салафанмен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің нанымыз дайын, көтеріліп әдемі болып тұр. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан соң күнжітімізді сеуіп шығамыз.
Міне біздің нанымыз дайын. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая ас болсын.